Автор Хамутов Игорь Павлович. Санат. Шағын және орта бизнес. Дереккөз. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрінің блог платформасы. Құрметті Ерболат Асқарбекұлы, мен тұрғындар үшін тәулігіне 50 текше метр көлемінде су өндіретін ұңғымаларды бұрғыламақ ойдамын. Бұл іс лицензиялауды қажет ете ме? Су тарту ұңғымасының техникалық паспортын жасату үшін лицензия қажет пе? Техникалық паспорт қай құжаттарға сәйкес әзірлену керек? Құрметті Игорь Павлович, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметті лицензиялау Қазақстан Республикасы заңына сәйкес жүргізіледі. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласы бойынша лицензияланатын құрылыс монтаждау жұмыстарының түрлері аталмыш заңның бірінші қосымшасында нақтыланған. Жерді қазу мен бұрғылау сияқты жұмыс түрлері лицензиялауға жататын қызмет тізімінде көрсетілген. Яғни сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы құрылыс монтаждау жұмыстарын атқару ісінде қарастырылған. Если у человека есть какая-нибудь бизнес-идея, он может обратиться в Центр обслуживания предпринимателей. Егер кез келген адамның бизнес идеясы болса, ол даму қорының кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығына келе алады. Бұл жерде ол жауапкершілігі шектеулі серіктестік, жеке кәсіпкерлікті қалай тіркеуге қою керектігін, есептік жұмыстарды қалай жүргізу қажеттігін біледі. Оған қоса елімізде бизнесті дамытуға арналған түрлі бағдарламалар туралы толық ақпарат алуына мүмкіндігі бар.